Сәлем достар, біз Қытай тілін ары қарай жалғастырамыз. Алдыңғы жолы біз 6-шы сабақтан келіп тоқтағанбыз. Енді біз бүгін 7-ші сабақ. Ди Чи Ke 7-ші сабақ. Ди Чи Ke. Бұл сабақтың тақырыбы Ни Чи Шыма дейді. Ни сен Чи Шыма. Сен не жейсің? Чи Шыма. Немесе не ішесің, не жейсің. Бұл сабақ негізінен ас ауқатқа байланысты өтілетін сабақ. Бұнда кейбір тамақтың атаулары, кафенің атаулары болады. Бұл негізінен ас ауқатқа байланысты. Енді бірінші бұндағы жеке сөздерге келейік. Жеке сөздер дегенді қарай айтамыз. Шыңцы. Шыңцы дегеніміз жаңа сөздер. Бірінші сөзі бізде чоңу. Чоңу. Чоң түскі әбет кезі. Түскі әбет кезі. Чоң деген сөзді біз білеміз. Алдыңғы сабақта өткенбіз. Чоңго Қытай елі. Чоңвен қандай? Қытайша. Енді у деген сөзге қарайық. Біз у деген сөз сияқты алдыңғы алғашқы сауатта бір сөзді өткенбіз. Мынандай. Енді екеуінің айырмашылығына қарайық. Мынау неу сиыр деген сөз. Үстіне қайтып тұр, шуын біз үстінен астына қарай, бірақ шығарып түсіріп тұрмыз. Ал у деген сөзде міне жерде қыңнан кейін үстіне қарай шуды шығармаймыз. Бұл у, бұл неу. Сонда Қытай иероглифінде әрбір таяқшаға көңіл бөлейік. Егерде бір ден, бір қыңды қате жазып кететін болса, ол иероглифіміз қайтеді екен, басқа мағынаға өзгеріп кетеді екен. Ал енді міне жердегі міне екеуінің айырмашылығы, мынау үстіне шығып кетсе, неу сиыр болады да, мынау у болып кетеді. Сондықтан сәл кішкене көңіл бөлеміз. Чоңу деген сөзіміз түскі әбет уақыты. Біз келесі сағаттарда, тағы бір сағаттарда үйренеміз. Шаңу, сяу. Ортасында чоңу. Шаңу дегеніміз түске дейін, до обеда, түске дейінгі уақытта айтамыз. Сяу дегеніміз түстен кейін. Ал осы чоңу дегеніміз енді ортадағы түскі демалыс әбет уақытын айтамыз. Мен мынада у деген сөздің жазылуын көрсетіп беремін. Чоң деген сөзді біз өзіміз білеміз. Астындағы қыңы үлкенірек болады, үстіндегі қыңы кішірек болады. Бұл чоңу түскі әбет кезі. Енді келесі сөзіміз бізде чы, жеу деген мағынаны білдіреді. Тамақ жеу, чы. Алды қандай сөз? Коу, пе, хың, хың жуангу, шы фән. Келесі сөзіміз енді бізде фән, тамақ. Фән. Фән. Пе, хыңгу, шоу-ти, пе, на, пе, тоже пе. Хың, пе, на. Егер де біз чы фән, тамақ жеу немесе тамақ ішу. Мысалы біз алдыңғы сабақтағы сөздерден қосып бір сөз сөйлем құрап көрейік. Мысалы, сен тамақ жесің бе? Қазақша, сен тамақ жесің бе? Ни чы фән ма? Сен тамақ жесің бе? Сен тамақ іштің бе? Не чы фәнлі ма? Ортасында лы деген тағы алдағы сабақтарда үйренеміз. Өткен шақтық мағынаны білдіреді. Енді міне жерде не чы фән ма? Сен тамақ жесің бе? Біз қанша иероглиф білеміз, соншалық сөйлемдерді құрастыра береміз. Сондықтан жерде чы, жеу, фән дегеніміз тамақ. Келесі сөзіміз шытаң. Шытаң дегеніміз біз айтқан кезде кішкентай асқана. Асқана, буфет или столовыйда айтамыз. Шытаң. Шытаң. Шытаңның бас жағы пена. Екеуі біріне бірі жақын тұрады. Ден, хыңжы, хың, астында хың,
手提 кішкентай ден пе. Ал енді таң деген сөзімізге қарайық. Бірінші бұнда шуды жазамыз, екі жағында пе, на, емесе ден қып жазамыз. Кішкентай пе, хың гоу. Мұнда коу. Есімізде бар ма? Бірінші алғашқы сауатта ту, топырақ деген сөз. Мына астына апсасақ, мына коудың астында немене? Ту, топырақ деген сөз. Бұл шытаң, асқана, буфет. Міне бұл төрт сөздің жазылуы. Ары қарай өшіремін, ары қарай жаңа сөздерді жаза беремін. Көрінбей жатса, өздеріңіз кішкене тоқтатып қойып, жазударыңызға болады. Так. Енді шытаңнан кейін келесі сөзіміз мәнтоу. 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 Мәнтоу деген сөзіміз буынан. Мысалы біздің жейтін нанымыз сияқты Қытай халқының өздерінің манты табаркаға жасайтын доңғалақ нандары болады. Оны манты табаркаға жасайды, кәдімгі ұнды ашытып солай жасайды. Бұны бізде мантоу деп атайды. Жаңағы тамақтың алдымен ұқсас, үстінде күн, ж деген сөз бар. Шу, хыңжы, екі шу, астында хың, хыңпе, на. Тоу деген сөз, өзі жалғыз келген кезде бұл бас деген сөз. Адамның басы деген сияқты. Бас. Ден, екі ден, немесе пе. Астында хың, пе, на. Бұл манту, буынаны. Манту. Келесі бізде ми-фән. 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 Ми деген сөзді біз басында оқығанбыз күріш. Енді фән деген сөз, және біз екінші сөзді үйрендік, тамақ. Ми-фән. Ми, ден, хың, шу, пе, на. Фән дегенді және жазып беттім, тағы бір рет жазып берейін. Шоу-ти, пе, хың, пе. На. Бұл ми-фән, күріш тамақ. Енді бұда тағы да ми деген сөз беріпті, ол бізде күріш үйреніп кеткенбіз. Келесі сөз яу. Керек. Яу. Немесе орыс тілінде хочу. Маған керек. Ояу. Хыңжы, шу, ахың. Шу, хыңжы, шу. Хың астында. Енді оның астында әйел деген сөз есімізде бар ма? Нү. Мысалы, яу деген сөз хочу керек дедік. Мысалы, маған тамақ шу керек. Ояу, шифа. Біз о деген сөзді үйренгенбіз. Мен. Яу керек, маған керек. Не? Чы, фа. Маған тамақ шу қайттық керек. Маған тамақ шу керек. Ояу, шифа. Маған тамақ шу керек. Так, мына сөздерді үлгіріп жазып алайық. Немесе тоқтатып қойып жазасыздар. Мен ары қарай өшіріп, әлі де бір екі сөздерді жазып жіберейін. Так, яудан кейін келесі сөзіміз г.
Біреу, екеу, үшеу дейміз. Ау, еу деген, е? Бұл негізі көбінде 9-ға дейінгі санға келеді. Біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу, жоқ, жетеу, сегізеуге келмейді, жетеуге келеді. Ау, еу, мөлшер сөз болып келеді. Бізде есімізде болсын. Біз осы 15-ші сабақты біткенше, бір кітапты біткенше, кем дегенде 10-15 мөлшер сөздер оқимыз. Бұл 10-15 мөлшер сөз дегеніміз кілттер ортасында аударуға келмейтін жалғау сөз сияқты, жалғауда емес, ол енді ортасында мөлшерлікті білдіріп тұрады. Мысалы, бір бөтелке су, бір бөтелке тухи деген сияқты. Бұл ортадағы мөлшер сөздер. Бұл енді ақырын міне осы 7 сабақтан басталды. Г, біреу, екеу, мысалы, пена, шу, г. Мысалы, нешеу керек сізге? Біреу, бір манту керек, или бір манты керек деген сөзде, сондағы г сөзі. Біреу, екеу дегендегі г. Так, келесі сөзіміз вән, шыны кесе деген сөз. Вәннің алды біз алғашында өткенбіз ш деген, тас деген сөз есімізде бар ма? Мынау ш өзі тас болып айтылады, жалғыз өзі. Ден, пе, хың, гу, пе, хың, пе. Мынжеде кішкентай пе, хың, жығу, шу, вән, гу. Бұл вән деген кесе шыны, кәдімгі шай ішетін. Мынжеде ш, тас деген сөз. Ден, пе, кішкентай, хың, гу. Мынжеде пе, хың, пе. Кейбір сөздердің жазылуы өте көп. Таяқшалар өте көп таяқшалардан құрастырылады. Басталып жатыр қазір бізде. Хың, жырқу, шу, вәнгу. Мынау сонда неше таяқшадан құрады? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 таяқшадан құрады тұр. Вән, кесе. Мысалы, иван, бір кесе. Мынаның алдына иді қоятын болсақ, иван, бір кесе. Иван шой, бір кесе су. Мысалы, бір кесе сорпа деген. Қазір сорпа дегенді осыдан кейін сабақта үйренеміз. Таң деген, мысалы, иван таң, бір кесе сорпа. Біз енді қазір 9-шы сөзге дейін келдік. Вән, кесе деген сөзге. Енді мен осындағы жаңеден бері сіздерге өткен сөздерді қайтеміз оқып шығайық. Дичихі, ничі шыма, шыңцы, жаңа сөздер, жоңу дегеніміз түскі әбет кезі. Чы, жеу, тамақтару, чы. Фән, тамақ, фән. Шытаң, асқана, буфет, шытаң. Мәнтоу, бунан, мәнтоу. Мифән, мен том белгісімен оқып жатырмын, назар аударып отырыңыздар, Мифән, күріш тамақ. Ми дегеніміз күріш, фән дегеніміз тамақ. Сонда қандай болады? Мифән болса күріш тамақ. Бұл Қытай Халық Республикасындағы ең жақсы, ең сүйіп жейтін тамақтары. Күніне бір уақ үстелдерінен түспейтін тамақ бұл мифән. Ми, күріш. Ми, яу, керек, хочу, керек, маған керек. Ояу дегендегі яу. Ау, еу, жалғау болып келеді. Біреу, екеу дегенеге игі, яңғы. Немесе игі, сәңгі. Мысалы, біз екі дегеннің тағы бір айтылуын оққан жоқпыз. Екінің үш түрлі айтылуы болады. Біз тек қазір екі дегенді ғана үйрендік. Енді ол кейін мөлшер сөз, адамдар арасында қарым-қатынасқа қолданатын сөздер, оны біз әлі жеткен жоқпыз. Сондықтан игі, сәңгі, уғы, г. Вән, кесе. Кәдімгі шай ішетін кесені айтамыз. Вән,
Так, міне бұл бізде бүгінгі 9 сөздер. Сіздерге сәттілік, енді келесі сағатта ары қарай тағы 9 сөзін өтеміз. Сау болыңыздар.